Шавкат Рахмонов Ислам Махачевке қарсы белбеу үшін таласатын болады, және Тупурияның бұған қатысы қанша? Иә достар, менімше бұл әлі ресми емес, бірақ сондайға жақын. Неменеге Шавкат Рахмоновты екінші рейтингте екінші нөмірге неге көтерді? Енгериді түсіріп, және Тупурия белбеуді қорғамаймын дегеннен кейін ғана осындай жағдай болып жатқаны қаншалықты байланысты. Иә, осы жайлы бүгін сөйлесетін боламыз. Сендермен мен Иманғали, Солайде арнасы. Арнаға тіркелуді ұмытпаңдар. Барлық қызықтар тек біздің арнада. Біз бастаймыз. Жауынгерлер октагонға шыққанда, ауыр соққыларды күткен сәтте адреналин сезінесің бе? ММА әлемі бұл күш, мінез және алғашқы секундтардан ақ баурап алатын эмоциялар. 1X платформасы аралас жекпе-жек жанкүйерлеріне оқиғалардың қақ ортасында болуға көмектеседі. Турнирлерді қадағалау, нәтижелерді көру және әрбір жарқын жекпе-жектен хабардар болу. Жылдам нокауттардан бастап көптен күткен чемпиондық айқастарға дейін. Біздің арнамыздың жазылушыларына арнайы Солайде UFC промокоды арқылы алғашқы жарнаға 390 мың теңгеге дейін бонус алуға мүмкіндік беріледі. Дәл қазір өз фаворитіне бәстік. Осы бейненің төменгі жағындағы сілтемеге өт. Үлкен жекпе-жектер мен спорттық оқиғалардың атмосферасын сезін. Иә достар, Тупурия Гейджи мен Пимблеттің жекпе-жегінен кейін белбеуді қорғамаймын деді. Сондықтан Гейджи мен Пимблет 24 қаңтарда уақытша белбеу емес, ваканттық белбеу үшін таласады. Ал Тупурия болса, оны босату қажет болады, себебі отбасылық проблеманы қатынымен бір нәрсе болды, баласымен бір бәле болып жатыр, соған шыға алмайтын болды. Ал UFC-дің жоспары бастапқыда қандай болған? Тупурия мен Гейджи немесе Пимблеттің жеңгенімен бір қорғап белбеуді, одан кейін Ислам Махачев белбеуді Усманға қарсы қорғап, одан кейін екеуі де оңай жеңеді, Ислам Махачевті, Илья Тупурияда, одан кейін екеуін бір-бірлерімен кездестіру болған. Бірақ та Тупурия енді шықпаймын деген соң қатынның кесірінен UFC-дің жоспары өзгерді. Сол мәлімдемеден кейін Тупурияның Шавкатты бір рейтингке жоғары қойды. Және де Моралес естерінде болса Мадаленамен шығамын деген болатын осы ақ үйде немесе соның жақын арада. Сондықтан кім? Енгеримен реванш болмайды. Ол қызық емес. UFC-ге осы жаңа Paramountпен келісімшарт жасады. Жаңа қызықты дүркіндіретін жекпе-жектер керек. Ислам Махачев, Шавкат Рахмонов. Екінші рейтингте тұрған жауынгер әдемі келіп тұр. Ал Илья Тупурия қорғай алмағандықтан оны біраз уақытқа ұшырайын деп тұрған секілді. Гейджи немесе Пимблет чемпион болады, енді жеңіл салмақты білмеймін не болатын. Менімше осылай болады. Бакли көп сөйлеп тұр, 10-шы рейтинг па, 8-шы рейтингта ма болып, оған мүлде жекпе-жекті беру қажет емес. Сондықтан осы наурыз айда емес, енді маусымда немесе мамыр айларында, Рамазан айынан кейін Ислам Махачев пен Шавкат Рахмонов жекпе-жегін көріп қалуымыз мүмкін. Осындай жағдай, сендер не ойлайсыңдар? Комментарияға өз ойларыңды жазып кетіңдер. Сендермен болған мен Иманғали, Солайде арнасы. Арнаға тіркелуді ұмытпаңдар. Қош аман, сау болыңдар.